жатырман дейін екіде үй сабаған ба деп қой. Қалайсыздар өздеріңіз? Мынау сайранның намы ғой. Иә, сайранның. Сайранның наны. Түлкібас. Әпшемнің қызы. Түлкібас, Барныкка. Құлар. Баяғы. Үлкен қызы. Иә. Хамилемізді ұмытып қайтып қойма. Мына балдарға қапты. Қалайсың жағдай? Мен жаттақ шашып. Ниеттерің алып болсын. Сен дейін біз әлі 40-тағы қылшылдаған жігіт десек 60-ға келіп дейді ғой. Қалайсыңдар? Жақсы. Сен сұрамайсың бейбі ғой, иә? Құтты болсын, бау болсын. Жеңгесі болам. Нағашы жеңгесі. Нағашы жеңгесі. Мария, сіз. Мен құдағиымын. Онда почет. Мен құдағиымын. Атыңыз қалай? Шаяннан, Бәйдекск районынан келдім. Атыңыз қалай? Атым Ақмарал. Ақмарал. Әпкесі. Родной мен только, а мыналар двоюродный. Дастарханға жайғасайық. Разогрев. Мы встречаемся. Қош келдіңіздер. Қайрат пен Марина бұрын соңды несімен есік тұрып көрсетейік деп жаңадан ортамызға берекелі дастархандарын жайып,
сіздерді қарсы алып жатқан жайы бар. Қуаныш тойға қалқым келетұғын, дос туған ағайынға селетұғын, төрде отырған нағашы, Сәмен ақ дастарханға әумин деп ақ батасын беретұғын деп қол жайып батасы бар. Ал мен дастарханның берекесін берсін. Мынау ниет етіп отырған екі бүлдіршініміз аман есен болсын, дендері сау болсын, мынау еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мынау дастарханымыз қайрат, жерін Марина екеуін жайлы тұрмастырған, тек қана жақсылыққа, тойға жайлы берсін. Біз сол тойдың куәсі болып, осындай келіп туысқандығымызды білдіріп, осы ортада жүріп, аман есен болайық. Тағы да екі бүлдіршіннің тойы құтты болсын. Gülüm gözüm orlandırıp Orman senin fidarın Sol belinde turgan gülüm Su bedine kıymadım Eskimde bir şımara Beni siyen seriz bir Su uykusu sanlarına Senin gülgün yemiş bir Su uykusu sanlarına Senin gülgün yemiş bir Aynalayım. Kayrat Kudam, Marina Kudagıyım, aynalayım. Kuday kalasa yediğim günü osundayım. Жақсылық істейік жатырмыз, сол жақсылығымызды Allah абыроймен атқаруды Allah нәсіп қылсын жаным. Дендерің сау болсын, бастарың аман болсын. Осы балапандардың рахатын қызығын көре беріңдер жандарым. Өсіңдер, өліңдер. Мынау жасыңа жас болса бер, өмір жасыңызға болып, осы балапандардың қызығын көр жаным. Көріңдер, екеуіңді. Allah ömürlerinde versin canım. Olsun, bарлықlarına jostu olsun. Bu benim şöbürüm. Şöbürümün toyu. Bu da kalırsa. Soğanı, şamanızda kelgenişe gelecektir. Yani özünün kudasın ben, kudayı yolda gelecektir, kuda kalırsa. Allah amanlık boldular da aman esen kelip toyda. Bәріміз жақсылықта бас болса дейік жаным. Allah амандық болсын. Ой, рахмет, сіз сияқты шөбере көруге Allah нәсіп етсін. Елерге аман болсын, заманымыз тыныш болсын, көргеніміз тек осындай жақсылық қуаныш болсын. Немере шөбере қасыңызға ерсін, ұрпағымен адамзат асыл дерсін, жаманшылық көрмесін жандарыңыз, жүз жасаған жамбыл адамның жасын берсін демекпіз. Апамыздың, әжеміздің әдемі сымбаттылығын, сұлулығын, әдемілігін сақтап қалғанды. Жоқ енді көзге тура айтқан, тура несіне жақпайды деп айту керек қой, артынан ой бара құдағиымыз әдемі екен ғой дегенше осындайды айтпаймыз ба? Сіздің жасыңызға келгенде мәржапия болып отырамыз қазірдің өзінде. Бір болып отырмыз қазір. Бұндай жеткен де бар, жетпеген де бар апа. Құдайға шүкір, сізбен мінекей екінші рет дастархандас болып жатырмыз. Қуанышқа есіктің келіп отырған көпшілік аман болсын. Түнгі қуаныш құтты болсын. Ал, енді қош келдіңіздер. Қара шаңыраққа
Бүгін дастархан жайып отқан себебіміз мына артынан ерген қайыным бар, Ерлан. Бүгін келмей қалды жұмыс бабынан. Енді біз мына алыста болған соң той-тойға барамыз, бірақ өзім шаңырағымызды көрсетейік, өзіміздің Қайрат екеуміз еттік. Мына Ерланның құдаларын шақырайық. Мынау Зарифа, мынау абысының бар деп көрсетеді, бірақ үйін көрген жоқпыз деп айтпасын деп. Сол бір шәугім шайымызды берейік, мына тойдың алдында. Фамилиясын айта берейін, иә? Сәрсенбаевтың өлетінде екеуміз бір, екі абысымыз. Енді өмірдің сондай несі болып қалады. Екеуміз енді мына абысының шашпауын көтеріп, мына құдаларын шақырайын, шәугім шайымызды берейік деп Қайрат екеуміз шақырып отырмыз. Мына төрде отырған құдағиымыз. Мына Ерланның үлкен баласы Бағлан, білсеңіздер, осы жерде Талғарда медколледжді бітіріп, біздің қолымызда оқыды 4 жыл. Одан кейін үйленді. Енді мына Бағланның енесі деп соткаға кеше жазып қойдым да. Енді құда келе алмай қалды. Енді менің қайным аты, вообще мен апа бар кезде ерке бала дейтін. Арамызда бірақ жас. Енді енем кеткен соң, я резко перешла почему-то Ерланға. Черный список попал. Сол енді Ерланның қайнының құдасы, о кісінің де аты Ерлан. Тоже Ерлан. Енді о кісі тоже келе алмай қалды. Бір тойлар бар екен, встреча бар бірдеңке деп. Сол о кісі келе алмай қалды. Әйтпесе о кісіні шақырғанбыз, келіп. Құдағайлар мықты болып тұр екен ғой, иә? Антигодан жеңгендер деді. Иә. Сол мына енді дастарханды осы кісілерге жайып отырмыз. Енді ол өз жөтім десем, енді мен өзім туысқандарымнан Түлкібас жақта әпкем болған. 10 жыл бұрын дүниеден озды ол кісі. Оның алдында жездеміз кетті. Арада бір-ақ жыл жездеміз кетті, 1 жылдан кейін әпкеміз кетіп отыр. Енді артынан 4 қызы бар. Үлкен қызы осы жерде Қаскелен жақта Умбеталы деген ауылда. Шапраштың келіні. Жарқа. Одан кейін екінші қыз мына Жұлдыз. Осы жерде Талғарда өсіп өніп отыр. Мына үлкен ұлы Айбол. Айболдың қасындағы келініміз Амина. Мынау енді Айнұрдан әпкемнен тараватқан, жездемнен тараватқан шөберелер ғой мынау. Енді Айболдың баласы шөбере болады ғой. Иә, шөбере болады. Жездемнің аты Мұхтаралы болатын, әпкемнің аты Райхан. Енді осы кісілердің тоже енді әпкем болғанда басқаша болады. Өзі шақырып, өзі Түлкібасқа күтіп. Енді мен өзім санадым, что енді әпкем болмасам да, мына өзіміз осы жерде отырмыз ғой, бір шәугім шайымды берейін, тойға шақырайын деп құдағи. Мына Жұлдыз Тұрлыбектің құдағиы. Енді мына жақта Екі красавица екен, құдағиларда. Красавица. Мына жақта мен таныстырайын, мына өзім құдағым. Қайрат екеуміздің құдамыз. Құдағи жұмыста. Біздің қыз осы шаңыраққа келін болып түсіп отыр Арайка. Біздің құдамыз Нәби. Мына жақта нағашылар. Енемнің туған інісі нағашымыз. Мынау жеңшеміз. Мария Жагор. Бұл историясы бар, иә. 92 жылы біз Қайрат екеуміз танысқанда, Қайрат айтты, мына жақта Шымкенттің қасында Белый воды деген, ол кезде Белый вод, Ақсу емес, Белый водта нағашыларым бар, сол жаққа барамыз деп. Сол бірінші осы кісілердің қолына түскенмін. Ақ орамалын, ақ жаулықты маған осы жеңшем жатқан. Осы кісілерді сіз біз бір шәугім шайымызды, далаларды күтпейміз, нағашыларымыз. Біріншіден апамның көзі, екіншіден ақ жаулық жапқан жеңшем, алтын жеңшем. Ал енді мына жақта біздің шаңырақтың үлкеніміз. Қарасаңыздар, мына енем,
Тура. Копия. Гүлнар әпшеміз. Иә, Гүлнар әпшеміз. Өзі ауылда тұрады, қазір пенсияда, математик, мұғалім, ұстаз болған, қазір пенсияда. Мына жақта қайнағамыз, үлкен қайнағамыз, үлкен ағасы. Иә. Мына жақта жаңа Орынкүл әбден мақтады құдағайымызды. Бұл құдамыздың анасы. Құдамыздың, Аслан құдамыздың анасы. Мына қасындағы құдамыздың қарындасы. Жанар. Үш жерде Алматыда тұрады. Мына екі қызы, это вы не должны не знать. Блогерши, актрисы, девчонки. Осы құдашамыздың екі қызы. Одан кейін мына жақта өзім, это мой тыл, это мои советчицы, это мои... Менің қанаттарым, менің ақылшыларым. Үш әпкем. Үлкен әпкем Раиса, одан кейін үлкен әпкем Шолпан, одан кейін үлкен әпкем Гүлнар. Мен Қайратқа ене боламын. Ол мені Раиса тәте демейді, мені енем деп сөйлейді. Рахмет. Қайратқа рахмет, енем деп сөйлейді. Сөйлемей көрім кем болып болмайды. Енді мына жақта әпше дедім ғой, әпшемнің шашпауын көтеріп, қызы Ұлмеке. Осы жерде Алматыда оқыған, біздің қолымызда тұрған деген. Тоже еңбегіміз сіңген. Гүлнардың қызы Ұлмекен. Тұрмыста екі бала шағасы бар, жолдасы бар, енесі, үш енесі бар. Енді мына жақта менің қайнағам, алтын қайнағамыз, большой буквы. Атқатамай қойды. Қайнағам, алтын қайнағам. Қуанышымызда да, құдалықта да, біздің абыройымызды көтеретін. Енді мына жақта жаңағына айттым ғой, екі абысын. Мына жақта бұл абысынға жатпайды, бұл командир, генерал. Генерал абысын. Осы кісіден көп сұраймыз, көп көрген, өте керемет атасында әкесін көргенбіз, өте керемет жанжадан шыққан абысын. Тәрбиесі да, апасын да көргенбіз. Керемет жан. Енді қазір бала шағасы өніп, өсіп отыр. Бір апта болды, немере сүйді, ұлдар, әже болды. Енді жиендер бар, бірақ мына ұлдар. Сол құтты болсын, Бауылбек болсын, аман болыңыз. Атын атап қойыңыз. Почти Алматыдан. Тойымыз құтты болсын. Бәріміз де аман болайық. Енді айтарымыз, мына жерде төрде отырған бәрі құдаларымыз. Қазақ деген құдаларын сыйлап өтетін халық қой. Кешегі көрген адамдар сияқты болып отырсыздар. Мына апайымыз уже қанша жыл болды. Бірінші рет көріп отырған жоқпыз, қанша той болды. Үлкен апамыз, құдағиымыз. Сол мына жақта да бәрімізді әпкелері бәрі білеміз бір-бірімізді. Қайрат пен Марина тойдан құтты болсын. Енді орта бел жас қой, 60 жас. Әлі өмірдің қызығы алдыда. Біз енді 70-тен астық, уже 80-ге келіп бара жатырмыз. Сол біздің артымыздан жүре беріңдер, біздің жасымызға келіңдер, асып кетіңдер. Біз одан 90-ға кете берейік, аман болайық. Балалардың қызығын көрін беріңдер. Сендердің біз қызықтарыңды көрейік. Осыдан 60 жыл бұрын Апсемет папамыз 8 мартта Раиса Шолпан екеулерін Ақсуға ауданға барайық, Талдырған жаққа барайық, апаларымызға деп. Жарайды дедік, машина отырдық, папамыз өші зампред райисполкома болып істеген машинесі бар. Кеттік Талдырғанға. Енді келгенде түнде мамамыз босанды, аяғымыз жақты ма біздің, папам үшеуміз, Шолпан үшеуміз барғанбыз. Сол 8 мартта, 8 мартта Маринка қызымыз туылды.
Вот мына 60 жыл өтіп кетті, уақыт деген жылдам өтеді екен. Қарап тұрсақ, мына уже үлкен апа, мына Қайрат үлкен ата, мына уже немере сүйіп отыр. Қарап тұрсаң, уақыт деген зымырап өтеді екен. Вот сол енді мына үйде 60 жыл болды осы үйге. Маринка туылды, жарты жылдан кейін осы жаққа мама папаларымыз көшті осы үйге. Бұл үй енді құтты үй, тоже құтты үй, жақсы үй. Вот кішкене 50 жыл бұрын кішкене нетіп кетіп еді, жаман болып кішкене нетіп еді. Мына Қайрат күйеу баламыз үйдің бәрін тап-тәнектай жасап, мына как куколка сияқты болып кетті үйіміз. Мына жақ болмайтын зал, ана жақ болатын. Сол жақсы жасап, рахмет саған Қайрат. Осы үйге келсек, өзіміздің үйімізге келетін боламыз. Сонымен енді айтарымыз, енді осы тойымыз жақсы өтсін, бәрін жақсы өткізіңдер, қуанышқа, игілікке бола берсін. Жастарымыз аман болсын. Осы жерде отырған көп жастар көріп отырмыз. Бәрі де аман болып, тойдарымызға жете берейік, қуанышқа, игілікке жүре берейік. Бізде уже скоро шөбере сүйеміз. Сол шөберелерімізді сіздерді көріңіздер, бақытты болыңыздар. Бақытты болайық, қуанышқа, игілікке жүре берейік. Мына қасымда отырған сіңлілерім, әпкелерім, өзіміз, мен үлкен папам менің, әпсемен. Содан мен туылған, қыздан Шолпан, Шамиш тәтемнен Шолпан туылған, ал папаның інісі Хамет аға, соның қызы. Біз двоюродный дейді ғой, двоюродныймыз. Маринка маған туған сіңлім менің, кіші сіңлім. Так что аман болып жүрек, сіздер айтып отырмын, енді бірінші рет естіп отырсыздар. Қуанышқа, игілікке жүре берейік, бақытты болайық. Осы балалардың қызын көріп, осылар тойға жете берейік. Сондықтан сабақ дейіне сәтімен деп мынау бүгін сәтті күн мен тәтті күн болып бас қосып жатырмыз. Сонда енді погода да жақсы, ысып та кетпеді, жаңағы суып та кетпеді, өзі бағында. Өйткені бұл кісілердің тілеулері жақсы, сіздердің тілеуші, сіздердің де тілеулеріңіз жақсы. Ал енді тәтемнің жақсы ниет, жақсы тілегіне деп мынау алдарыңыздағы сусындарыңыздан алып ішіп жеп отырыңыздар. Қазір алдымызға үлкен ас келеді, сол астың алдында Райза тәтемнің жақсы ниет, жақсы тілегіне деп Наурыз балаларымыздан бір әдемі ән болсын. Dünya qarab dursam şola ekan, adamlar birbarinde qola ekan, ardında uğrandı oynadağı qızılay boldu günün solan ekan, ardında uğrandı oynadağı qızılay boldu günün solan ekan. Hamaşa toyduman ben taң atırsa, sol keşte janыңda sen jan otursa, tamaşa çeksen bugün kөл basında, tonuqdan balık aulap bal otursa, tamaşa çeksen bugün kül basında, tonuqdan balık aulap bal otursa. Бүгін ас келді, аспен бірге әумин дейтін батареяның бас келді. Қуанышымен шатты. Қол жайып микрофонда Нәби Құдаға берейік. Осы шаңыраққа тыныштық бер, бақыт бер. Туған күні болып жатқан Құдағиыма ұзақ ғұмыр бер. Артынан үлесіп келе жатқан ұрпағына салиқалық бер. Мына тұрған дастарханда отырған қонақтарға ақ жол бер.
елімізге амандық, жұртымызға тыныштық бер. Я Алла, сұрадым сенен ақыл етті. Аумин. Рахмет, беріп жатқан батаңыз қабыл болсын. Мінеки көзді ашып жұмғанша жаңа мен айтам, мынау бұзық жиендерім бұзық қой деп жатырмын да Маринаға. Бұзық. Атасының арбасы тамыш негізінде. Білмеймін. Енді сонау енді марқұм Қаратай кезден ерте кетіп қалды. Бірақ ол да ол кісі осы Алматыда журналистика факультетін бітіріп, Нұршан Шқалаевпен бірге жүріп қойып, одан да ауылға барып, ауылда дамытайын, журналистика саласында газет істеп жүргенде оқыс оқиғадан кетіп қалды. Жазып жатқан жері жайлы болсын. Енді әпкем сүйірлеп, тістелеп, еңбектеніп, мен есімде бар, мен Алматыға 77 институтқа түстім. Сол кезде ол кісі қазақ СССР дейді еді өзі, қазақшасын айта алмай тұрмын. Біз созывқа депутат болып келді. Бірақ ол кісінің сондай қайсарлығы, ол кісі ол кезде уже 40 жасқа жақындап қалған еді. Сол кезде ол сельсоветтің секретары болатын, сельсоветтің секретарлығын тастап, трактор айдады, комбайн айдады. Сөйтіп дәрежесі өсіп, құрмет орденімен марапатталып, осы ұмытпасам 2 созывтың делегаты болды ғой деймін. Енді адам өмірлік емес, Қайрат жиен, Нұрлан жиен, жиен-қарбас күннен өз өмірлерін сүріп отыр. Енді Құдай айдап, Қайрат Алматыда тұрып жатыр. Өйткені Марина жаңа айтып отыр, ыстық бізге, біз үйге келін бетіміз ашқанымыз бар екенбіз. Көбей келін бетті достарымызды бізді қиын заман алып келіп өйтіп, тамақ беріп, құттығысын айтып, үйге шығарып саламыз. Сонда мен бір әттеген айым ғой еді. Ай, осы жиенді машинамен апыра алмадым. Менде де машина жоқ қой. Сол кезде бір өкінішім бар да. Автобуспен кетті. Автобуспен кетті. Сол айтпақшы. Берем оған. Әлі талай тойда қызмет жасайды, бірақ барсам. Мінекей, бүгін ақ қойдың қарын жарылғанмын, Құдай қаласа ертең тағы жарылады. Осы сол тойдың куәсі боласыздар. Мінекей бүгін басталып жатыр. Мына 2 азаматымыз жігіт болсын, аман болсын, Қазақстанға қызмет етсін. Сол қуанышқа жалғаса берсін. Ал енді бүгін Қайрат пен Маринаның дастарханына жиналып отқан құдағилар, қош келдіңіздер дегім келеді. Жаңа Марина дұрыс айтады, келіннің бетін кім ашса сол ыстық көрінеді деп. Дұрыс айтады, Сәкен ең қиын кезде үйленді бұл екеуі. Анау газ жоқ, су жоқ, свет жоқ, жұрттардың бәрі картон қағазбен далада этаждан түсіп, картон қағаз жағып тамақ істеп жатқан заман ғой. Түн ішінде келді, екеуі біз жоқ деген жоқ, біз картон қағаз жыртып жағып жіберіп, қуырдақ істеп далада стол жатқан. Сол кезде айтады, Алла тағалам өзін алсаң ал, пейіліңді алма деп. Сол кездегі адамдардың да пейілі кең ба, білмеймін ғой. Қазір бар заманның өзінде дайын үйге кісі күтуге ерінен, сол кезде жоқ заманда мен қазір таң қалам сол кездегі өмірімізге. Жоқ болса да есіктің алдына қазанға істеп жібер, суды шашып жібер, текеметті төсеп жібер, беташар істеп жібергенбіз. Міне бастай батып су дайсын деп жібердік. Міне осы әулетке сіңді Марина айналайын. Екеумізден мен енді 67 келсем, бұл 67 менен 7 жас кіші екен ғой. Бірақ екеуміз құрдас сияқты өстік.
анча мынча кыйналса жыласа звондайт тайт деп коем, мен макул деп көзүн сүртүп кете берет. Сөйтүп жүрүп айтам экөөбүзгө мына 60-тан ашкаппыз. Енді ана жерде бағына ең үлкен әпкем Райхан деп атсың, мына қыздарын көріп кішкене менің де көңілім босады. Ең алғаш біздің де құда болып есігін ашқан осы Райхан құдағи мен Мұхтар құданың үйі еді. Осы жаққа келатқанда жолда бізді шлагбаумға ұстап алып, әлі есіне кетпейді, 31-ші желтоқсан болу керек, по-моему, жаңа жылдың алды. Енді ана көпірден өзеннен күтіп алдым, мына қыздар сол кезде кішкентай. Күні түн сол күні үйге бізде қонақ шақырып қалғанбыз ғой, 2 сағат отырып қайтып келуіміз керек. Қаяқтан қайтып келу? Түнде келгенбіз, фамилиямызды да білмейміз, атымызды ұмытып қалғанбыз. Қаяқтан келген үйге кірсем, үйде толы адам, оңбағансың деп қойды, бір подругам үйге шақырып алып, өзі қаяқтан несі болып келдің деп. Сонда Мұхтар құда, ой, әбден күткен бізді, әбден күттіп. Құдағи да ол кезде құда мен құдағи да үйден масып шығару мақсат еді ғой, әйтеуір масып шығарсын еді. Сөйтіп әйтеуір фамилиямызды ұмытып үйге барып, сонда Сәкең айтқан ғой, әттең өзімнің інімнің құдасына бардым, өзім құдаға барғанда бүгін төркініңе қуар едім деп. Сөйтіп аман қалғам мен. Соның қыздардан үлкен азаматша болып құдағиымен келіп отыр екен. Айтады ғой, жаңағы артында бар балдар өсет, өнет, ұлғаят, өрістері кеңейет, ырыстары молайет деп. Мен енді қазір сондай қуанып отырмын. Мен құдағидың мамаларымыздың көзін көрдік. Жәміл әпшем құдағиларымыз бір кезде бірінші біз үйге келетін. Мәрия кеттік Алматыға дейді. Той болса да екеуміз әйтеуір теңтай нәрсе болса, Жәміл әпше екеуміз келетін едік. Маған жақындау еді осы Қайраттардың мамасы. Бүгін енді араға уақыт салып келіп отыр екенбіз, мына құдағиларды көріп танысып отырмын. Өзімнің Шаянның қызым, енді Шаянның қызым негізі. Мен енді Шаянның қожасымын, бұл аржанда ұлы жүздің қызым деп енді шіреніп отыр. Мен жүзге қатысым жоқ дедім да. Анау суына құдағи екеуміз жүзге кірмейміз да біздер. Өзімізбен жүрген біреуіміз әйтеуір. Өзімізбен бұлар ұлы жүздің, кіші жүздің деп шіренеді да. Мен жүзге де кірмеймін, ұруды да білмеймін, мен қожамын болды. Иә. Иә, ана жаңа әңгіме шығып кетеді. Ақыр сөздер сөйлеп қалайын, сөздерді. Сіз Жанар Құдарша дейді. Неужели бір ауыз сөз айтпай кетесіз деп? Құлпырғанда әлем айдай сұлу көрікті. Жанар десе Жанар. Қошемет қайда? Жанар Құдаршаға. Ал енді Қайрат, Марина, тойларыңыз құтты болсын. Енді ертең той деп жатырмыз ғой, бұл дайындық деп. Рахмет шақырғандарыңызға, отамызға жаңа құдағилар қосылып жатыр екен, танысқаныма қуаныштымын сіздермен де. Осылай той бола берсін, екі кішкентайымыз үлкен азамат болсын. Елдің тек қана сіздердің ғана, біздің ғана бала емес, елдің халықтың баласы болсын. Осында мына жерде үлкен кісілер отыр ғой, осы кісілердің жолын берсін. Қаласа ертең енді жақсылап сол тойды атқарып, қаласа тойларымыз енді ары тойға жалғаса берсін. Балаларымыз, қыздарымыз бар әлі, соны жақсы бола берсін. Сол тек қана денсаулық тілеймін. Енді 60 емес, Құдай қаласа 80-90 жастарыңызға да келе берейік. Қуаныштарыңызға ортақтасып, тұрып көзіміз түгел. Сол тек қана жақсы тілеймін шаңырақтарыңызға. Ой, рахмет.
Бүгін репетиция. Завтра у нас хороший той. Бәріміз осылай. Бәріміз қосылып, сол тойда. Кереметі алтын менің Қайратым, алтын менің Маринам, 60 жасы для вас. Предел середины пути. Середина пути. 70%, да? Да, енді біздің, как это, я скажу? Көкшебасар. Нет, біздің возраст, как не казахский? Жас. Біздің жасымызға келіңіздер 94-ке. Как это, Гусейва всегда. Менде біздің Мариночка, Қайрат, біз так рады за ваше это самое благополучие, чтобы у вас все было хорошо в этой жизни. Балалар немерен аман болсын. Вот, бәріміз осылай бірге остасып, бірге картейік. Вот, ну что еще сказать, Маринка, это біздің самая младшая сестренкамыз, это тірі, Найманка, Раиса вот Найманка, Гулька Найманка, а менің папам Жалайыр. Вот. Да, Токаев, это его племянник. Вот, мамам заслуженный тоже Найман, заслуженный учитель болатын. Вот, өзіміз Раиса екеуміз учились в Алмате, Раиса на нархозе, я в политехническом. Вот, сол Маринка, когда родилась, Раиса, это было в 1966 году, нам было по 14 лет, подростки, мы поехали, и 8 марта наши, как раз каникулы, и Маринка родилась. Маринка, что у тебя? Самый всем бақыттысын, женская у тебя участь. Благополучно, чтобы ғана жақсы керемет Қайратқа сен кездестің. Вы, нағашылары, да, способствовали этому. Дружные, Қайрат очень Марина сыйлайды. Балаларды жақсы дали образование, хорошо, воспитание хорошее дали. Вот. Ну, больше всех, конечно, я Чуку люблю, Райку и Атлета. Ну, всех немелерін балаларым. Подчеркнул. Больше всех, конечно, Чику, но... И Райку, а потом Атлета, да? Атлет у нас красавица, на тебя не скажет, что не казах. Да, картины его... Лошадь. Вот это шикарная. Вот такой мне нарисуешь. На Атлетный картиналары, менің үйімді 50. Вот это Атлет, чтобы ты продолжал. Талантливый, ты очень талантливый, умный, очень обходительный. Еліңнесіне қарайсың, как это, ну, көңіліне қарайсың. Вот, я тебе желаю, чтобы у тебя все было хорошо, прекрасно. Ничего, все будет впереди. Меня, когда папа с мамой приехали, мы были еще с Рейской, нам по 2-3 года было в Алмату. Я у них тоже не сразу все сложилось, а потом потихонечку. Вот, Марина, папа с менің папам, Рейсон, они закончили московские институты. Вот. В этом доме все мы выросли, все дружно. Вот это у меня Гуля, сразу, наверное, Гуля там или отдельно? Вместе. Не, мен қосылаймыз. Она говорит, она кослайт. А Юля, ну ладно, бәрімізге керемет ертең осылай отырып, көңілді на Марина мен Қайраттың тойына көңілді отырайық, чтобы все было прекрасно. Құдай қаласа, это я хочу. Ладно, Гулька, давай, продолжай. Гульнар. Марина Кайратик, спасибо большое за сегодняшнее приглашение. Я говорю, у Марины всегда все неординарно, вот как это, свадьбу когда делают же, бывает девичник, мальчишник, солсиак, сегодня даже жена, как бы начало тоя, да? Ну, Марина, вот ты хоть самая младшенькая у нас сестренка, тем не менее, вот у тебя какая-то роль, ты всегда всех объединяешь, да? Несмотря на свой возраст меньше, вот всегда всех собираешь, что-то обо всех помнишь, там, всех приглашаешь. В общем, знаешь, вот у тебя такое замечательное качество, вот Қайрат екеуміздер, да? Қайрат вообще, это вот, біздің туған ініміз сияқты, вот мы его не считаем, там, күйеу бала, как будто бы наш братик Қайратик. Кайрик деп жүреміз.
Кайрат, мы тебя любим сильно. Вот, и что бы ни было, Кайрат, да, раньше жүгіріп келеді ғой, когда какая-то помощь нужна, что-то нужно, Кайрат, тебе за все это спасибо. Ну вот потихоньку өкшемізді басып, тоже алпысқа келіпсіңдер. Вот, дай Бог вам еще столько же, да, на балалардың немерелерінің қызығын көріп жүре беріңдер арамызда, такие, хоть и молодые, соншама силы болып, Маринка, да? Потому что я считаю, что у вас особое место в нашей семье. Той болсын әрбір үйде. У всех было крепкое здоровье, осындай тойда бір-бірімізді көріп, аманшылықта кездесіп жүрейік. Марина, Кайрат, үлкен рахмет. Сөйлемейді, әнмен шашу-шашасын, судай болып тазасын, екі сестрамыз ағынан жарылып, бірін орысша, бірін қазақша, общем, точку. По-наймански, да, действительно. И факты, и нақты, вот точно айтты осылай. Рахмет көп, ал енді сіздердің құрметтеріңізге жақсы ниет, жақсы тілекке деп алдарыңыздағы бұйылған, бұйырған дәмнен алып жүріп отырмыздар. Жалпы бәрі осы 60 жастан басталып жатыр ғой, иә. Енді оның бәрі цифра деп ойлаңыз, құда-құдағи, да? Құда-құдағи, енді сіз ғой, енді жәбірленуші сіз ба? Сонша жылас құдағи екеуіміз ұстасып осы 60 жастың табалдырығын аттап, қадамдарыңыз нық, еңселеріңіз тік болып өстіп, әдемі сүйкімді болып, сыйлы болып жүре беріңіздер. Енді осы уақытқа дейін жиғандарыңыз міне бата. Енді алда тек қана төр мен құрмет қана қалып тұр. Соны құрметті көріп, төрге шығып, жамбас мұжып дегендей бас бар арасында. Соның бәрін дұрыс мұжып, қорытып, сіңімді жеп, жүре беріңіздер. Абыройлы болып. Бәріңізге рахмет. Артыңыздан ілескен бүлдіршіндер, әр ата-ананың өзінің ойында тек қана бір ой ғой, салиқалы ұрпақ болса артында. Осылар болашақта мынау кімнің немересі, мынау кімнің баласы деген. Енді жақсы елдің, жақсы шешеден бала біз көріп тұрмыз, өзіміз алып тұрмыз сізден қыз. Оны енді дәлелдеудің еш нәрсе керек жоқ. Енді оларға осы сізден өскен бала-шағаңызға ары қарай немере, шөбере, сол салиха деген сөзге тең болсын. Аман болайық бәріміз, мынау заманымыз тыныш, елім заман болсын. Қазіргі мына бейбітшіліктің бағасы қымбат заманда барымызға шүкір етейік, тәуба жасайық. Амандықта болайық. Бәріңізге рахмет. Өстіп уақыттарыңызды бөліп, құлақтарыңызды түріп, назарларыңызды аударып тыңдағандарыңызға. Бәріміз аман болайық, иә. Ертеңгі тойымызды көңілдегідей өткізіп, көңілді өткізіп, есте қалатындай болашақта ой қайдан тойы, қалай той болды деген сияқты ойда жүрейік. Аман болайық. Рахмет бәріңізге. Құда-құдағилардың 4 жыл оқапты, осы дастарханның басында отырғалы, е, заман уақыт еншісі ғой енді. Оны біз тоқтатамаймыз. Қалай зымырайды. Қазір ол кезде мен көргенде, мен ол кезде папа едім. Қазір ата болдым, құда-құдағи. Бүлдіршін жүгіріп жүр әлі. Енді атасына қосылып жатыр енді. Нағашы атасы апасына осы үйде бақыт тілеп осылар, қуантып жүрсін осылар. Өзіміздің де оригиналдарыңыз аман болсын. Амандықта болайық. Рахмет сіздерге. Жақсы ниет, жақсы тілек айтып жатсыз ғой, қабыл болсын бәрі. Ертеңгі тойдың дайындығы өте керемет енді. Сондай позитивпен, энергиямен барасыздар. Нәби құда айтқандай шашылықты күтіп жүрміз, орын босатып жүрміз деп. Шашылықты жегіміз келген екеніміз. Түнде тұнық көздеріңнің
келсең еркелетем. Жарап деп ертеңгі толда қаншама адам болса қалқап жүрмесің Марина өстіп. Лайфа қалып не алмайсыздар ма? Контроль. Беріп машар. Мне же 60 уже. Әкешім сұрайды. Қонады ғой бізді сол жерде. Түнімен сөйлейді. Ал құда-құдағилар, рахмет мынау. Есік көрсетіп бүгін төрге шығарып жатсыздар. Рахмет, барлықтарыңызға танысқаныма қуаныштымын. Дендеріңіз сау болсын. Бұл оразгелділер менің үшінші құдаларым. Біріншісі жаңағы жетімдерден алғам. Үлкен балам жетімдерден алған. Екіншісі қоңыраттарын алып қойды барлығын. Екіншісі қоңыраттар байлар жандар. Үшіншісі оразгелділер болды қойды. Үш қоңыраттан алды. Құда қаласа енді бір ұлым қалды. Жақсы мекен, соны айтып қойсаңызшы. Жақсы. Өзімізге ұқсаған, жақсы көпшіл, дастарханды, көпшіл кісілер екен. Өзіміз сияқты момын жандар. Рахмет. Құдайға шүкір тоба деймін мен. Өзімізге ұқсап, өзіміз сияқты кісілер жолыққанына деп оң жағамызға түкіріп отырамыз деген жолдасымыз. Рахмет барлықтарыңызға. Деніңдеріңіз сау болсын. Немерелеріңіз үлкен жігіт болып өсе берсін. Ертеңгі тойды жақсылап өткізіп, барлығымыз өткізуге атсалсайық. Бұдан да үлкен дастархандардан бас қосып жүре берейік. Бір құда бала бар екен, құда қаласа соның тойында бас қосып, ол кезде құдаларыңыз да келуге тырысады енді. Енді бір құда бала бар екен деп айттым кеше. Бір жолы келемесің өкінбе, енді жолы келесің дедік қой. Құда қаласа, ендігі жолы құда баланың үлкен тойында бас қоса берейік. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бұл қыздарыңыздың рахатын көріңіздер. Ауырмаңыздар, өсіп-өне беріңіздер. Ең жаман күніміз осындай болып аман-есен жүре берейік. Отырған орындарыңыз жоғалмасын. Барлықтарыңызға танысқаныма қуаныштымын. Мына өзіміздің жерлестеріңіз бар екен. Ана кісілер де бөтен емес екен Түркістан. Түркістан облысынанбыз ғой енді біз. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы болған екен. Сол кісілер бәріміз бір жақтық болып тұрып қой. Қоңыраттағы деп Бәйдібек ауданы алады екен, иә? Ана кісі де қоңырат қой байлар жандар. Бәйдібекте мен алып қоңыраттар алып кетіп. Бәйдібек атамызды жақсы көреді. Сол жақта өзінің ұлыңыз жаман болмас деп алғанда енді рахмет. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Рахмет. Құдағи есік ашып шақырып үй көрсеткендеріңізге рахмет. Жаңа құдағилармен таныстық артып жатыр. Мынау 60 жас алтын белес дейді ғой. Жастарыңыз жас болсыңыздар, жақсылық болсын тек үйлеріңізде. Жалғастырып жатқан ұрпақтарыңыз саналы салиқалы болып өсе берсін. Құдай қаласа солардың қызықшылығына тоймай жүре беріңіздер. Тек той болсын. Осындай той бәрімізге жолсыз болсын. Қыздар, еліктірдіңдер, елікпегенем, желіктірдіңдер, желікпегенем, әттен жүрегім жалғыз, бәріне бірдей бөліп беререм. Әттен жүрегім жалғыз, бәріне бірдей
беререм. О, рахмет. Енді дуэт болып өлең айтыңыздар. Екеуіміз қосылып. Көрініп тұр ол кісі бағана бастағаннан қосылды ғой. Давайте, сіз бастап. Әу демейтін қазақ жоқ, ә? Да, қоштайды. Шайға барсақ, тұра бермейді. Ал өзіміздің жаңағы Аллабасын деген әнді айтпайын енді. Әрбір таңым арайлы батқан, әрбір күнім алаулап атқан, ұл-қыздарың дана төсіңде, еңбегімен елім танытқан. Ой, ән мені жырдың мекен-ай, сүйіп өтем бір сен-ай, алға басым. Ән мені жырдың мекен-ай, сүйіп өтем бір сен-ай, алға басым. Алға бастың ғажап ертеңі, сүйіп өтем дархан өлкені. Арыстанды қара бас жеді, ата бабам күйін шертеді. Ай, ой, ән мені жырдың мекені, сүйіп өтем бір сені, алға басым. Ән мені жырдың мекені, сүйіп өтем бір сені, алға басым. Деп Жүк болсын, осы өлеңді айтып жүрген ме деймін? Жүк болсын, құдағи. Етеміз соңғы жаңағы ақ көпіріне от жасаймыз, қол қоямыз, мөр соғамыз. Ол мен өзімде НДС-пен. Ал НДС-сіз кімде бар? Жұмыс істедік бір компания жаңағы НДС-сіз жұмыс істейміз деп айтқаннан кейін біздің үйде тағы бір кәсіпкер бар. Бір адресте бәріміз тіркелгенбіз. Арай. Оның ипісінің аты Қаратай. Ипі Қаратай. Қызмет еткенімізді АВР толтырамыз. Толтырдық. Бұл жерге кімнің қолы керек? Арайдың қолы керек. Соның мөрі керек. Соның бір күні қыздардың бөлмесінде ноутбук тұрады, сол жерден тердім да, распечатать еттім да, қолыма алып, коридормен келе жатсам, алдымнан Шыңғысханның бажасы шығып қалды. Үмбет. Қоңыраттан қыз алған ғой ол да. Соны бастық қайда десем бетіме қарап, ол кім дейді. Бастық қайда, қол қойғызу керек десем. Ол кім деп, мамасын іздеп жатыр ол. Жоқ, Арай ғой біздің бастық деп. Сол көріп жаттым да. Ипі Қаратайға қол қойғызып сөйтіп жүргенбіз. Қызымыз бар қызымыз. Сол бастық көрінбей қалды ғой біздің. Шашлык істеп отыр олар. Шашлықты жөндеп жатыр. Әкем күтіп отыр деп. Тілектерге жалғасын деп бақыт. Бақыт Бибігүл. О, нағыз мінекей әнді де айтатын. Десе түрі бар, бойы десе бойы бар. Полный комплект. Полный комплект қайдан бар. Ал құрметті қонақтар, енді мен кішкене шегініс жасап айтып өтейін. Өйткені біз Қайратпен тайғұлындай тебісіп бірге өстік. Қайрат менен бір жыл кейін бітірген мектепті. Оның ағайынбыз көшенің мына бетіне тұрыпты. Арамыз бір көп болса 50-100 метр шығар. Енді Қайрат жаңа сәкен айтып өтті ғой, 92 жылы ауылға келін болып түсті. Сол кезде мен Қайратпен де бірге жұмыс істедім, құрылыс саласында. Маринамен де мектепте бірге қызмет атқардым. 10 жылдан астам сол педагогика саласында жемісті абыройлы қызмет атқарып, 2004 жылы ауылдан кеткен осы Алматыға. Онда да уақытша кетіп еді, Найманның қызы мықты шықты да, Қайрат сол ұзағынан кетті ғой үшін. Енді сол жерге тартқан шығар, Құдайға шүкір, жаңа Райсаққа Қара шаңырақ. Қандай Қайрат осының бәрін өз қолымен істеді. Енді Қайрат туралы өтірік мақтау жоқ. Бірге істедім дедім ғой жаңа. Оң қолынан өнер танған, шебер ұста, ән айта алады, домбыра тарта алады, художник. Ол шын мәнісінде солай. Сондықтан Қайратпен мақтан аламын. Біз енді жырақта тұрсақ та, ешқашан былай қол үзген емеспіз бір-бірімізден. Тойымызда, жақсылығымызда араласып жүрдік.
сондықтан өте қуаныштымын осы Қайратпен дос болғаныма, бауыр болғаныма. Ұзағынан сүйіндірсін. Мынау өткен өмір қайтып келмейді дейді. Алдағы бір жұмбақ дейді. Міне осы сәтіміз сіздермен, осы бір дастарханда, мына құдағилармен, Маринаның бауырларымен өте қуаныштымын. Мына жастар отыр арамызда. Үлкен құдағиыма Бабай қорғанда да құдалықта болдым мен. Енді Қайрат бауырым, енді үлкен тойда ертең тілекті айта жатармыз. Осындай үлкен жақсылықта сіздермен бас қоса берейік. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Аман жүріңіздер, ауырмаңыздар. Құдалықтың жалғаса берсін Қайрат. Марина, рахмет аяғым. Өсіңдер, өніңдер, тек қуаныштарға, жақсылықтарға келейік. Мен Қайрат жаңа 92-де келген кез жұмысқа, Марина 92-де келді. 92, декабрь. Мен ол кезде үш балалы болып қалған, ерте үйленген болдым мен. Сонда Қайратты Марина дейді, Марина орыс бала неме деп ойланып қалдым шынында. Марина бар, бізге құлаққа кішкене былай нелеп естілді да. Жоқ, кейін өзіміздің сиыр сауды, тандырға нан жапты, Шымкенттің бар несін бойында мақтаға шықты, қоза терді. Сіңіп кетті. Нәке солай, сіз мықты жермен құда болғансыз, осылай енді сіз несіз ғой жаңа. Көштің алдындасыз, мына құдағилар сізге қарап ой түзе берсін. Сізбен де мақтанамыз. Осы мен сізбен бір үшінші мәрте дастархан болған шығармын. Қандай қазақисыз, бізден артық білесіз қазақшаны. Сондықтан осылай жақсылықта бас қосайық. Құдалықта айтқан әңгімесі әлі есімізде бар. Енді ерген әңгімелер кетті. Құрметті қонақтар, тамаша отырыстан жатыр, той бастамасы зор керемет өтіп жатыр. Қайрат, Марина, мерейтойлары құтты бола берсін, өмір жастарың ұзақ болсын, ұл қыздарының өсіп жатқан немерелерінің қызығын көре беріп, солардың тойын сендерге көру нәсіп етсін. Аңсаған армандарына жетіп, қаласа сендерді мәпелеп, біреуің ақсақалды ата болып, ақсамайлы әже болып, солардың қызығын көріп жүре беріңдер жаңдар. Сол құда қаласа ертеңгі тойдан жақсылап өткізейік. Баршамыз бірауыздан сол бар жақсылық тілеймін сіздерге. Ал, өлең. Сол бір кез есімде жағасы болақтың, айлы жаз кешінде самасқан ұзақтың, сүйкімді бейнеңді жүректе сақтадым, арманым сол жерден сенердің тапқаным, тағы да сол жерге оралдым қайтадан, әлі тұр гүлдерде самал жел шайқаған, қол бұлғап жырақтай тауда тұрған саған. Сен жоқсың бірақ та қайдасың қалыға жан, қол бұлғап жырақта тауда тұрған саған. Сен жоқсың бірақ та қайдасың қалыға жан. Жаңа Ақсемет құда туралы сіз айтып өттіңіз. Енді ол кісінің көзін көрген жоқпыз, бірақ бір келгенінде осында бір портрет тұрды. Демирчан деген бірінші хатшы болды ғой, Арменияның. Сол кісімен Москвада паршықада бірге оққан екен. Топчик ба? Қателесін қойдым. Енді Фаратай көкеміз жаңа ерте кетті деп жатырмыз ғой. Мен танықпын ол кісінің жаңағы қызметіне. Осы күні сен тұрмысқа шыққан кезде осы Социалистік Қазақстанның редакторына келіп өте бір жақсы әңгіме айтқанда бір күні осы күні ұзатылып жатыр. Сол кезде ол кезде той үйдің маңында болатын. Сонда Қайрат 8 оқи ма, 7 оқи ма, Қайраттың жолға тартатынын білмедім. Сол
сонда қайрат жан әке деген өлең айтты да. Өзімізге жақсы келіп қалды. Әкемнің орнына бар уақыттары көреді. Сөйтіп, сонда қайраттың өлең айтатынын білмейді екенмін. Мен керек десеңіз, сол жаңа сәкен 40-тан асқан өлең айтып мен 35-тен қайраттың қасын еріп жүріп айтып. Жарық ән айтпасақ та, кішкене сол жұртты айтып қайраттан. Әке туралы өлеңіңіз. Жас едім өмір керкін бойламаған, күнертең не боларын ойламаған, шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайдан табам. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайдан табам. Нәби бұна шашылып кетті алға. Ал енді, мерейтойларыңыз құтты болсын. Келе жатқан сіздерге тілейтін зор денсаулық, аман болыңыздар. Ертең тойларыңыз жақсы өтсін, көңілді өтсін. Бәріміз қатысайық, билейік, өлең айтайық. Призы есть хорошие. Приз алайық. Ой, ради призов придем. А то не пришли. Немерелерің жақсы болсын, денсаулықтары құтты болсын, олардың қызын көріп жүре беріңіздер. Осындай дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын. Бұл келген құдаларға үлкен рахмет сіздерге. Бәрі де жақсы болсын. Ертең көреміз. Ертең зор болады, гарантия. Гарантия. Құдай қаласа. Отвечаю, отвечаю. Қайрат, Маринка, үлкен рахмет. Бүгін құдаларды есік төр көрсетейік деп, вообще мысалы сол болған. Сондықтан бірінші рет Дана құдағы Ақмарал, чувствовая. Осы екі құдағы есік төр көрсетейік деп, не, қалай дейді? Ниет болған. Соны енді Маринка қанша күні ой қалай болады, не болады деп ойланып жүрген. Енді бәрі де дұрыс, бәрі де жақсы. Рахмет саған осындай дәстүрді бізге көрсетіп дегендей. Кіші болса да бәрі де көрсетіп жатыр. Сондықтан енді осы дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын. Ертең Құдай бұйырса керемет той болады. Екі Қайрат пен сенің жасың 120 деп соған толыңдар, соған жетіңдер. Немерелерін сүндетке отырғызатын той енді олар үлкен азамат болсын, жігіт болсын, бәрі жақсы болсын, той жақсы өтеді деп мен ойлаймын. Бәріміз аман болайық, тек қана тойда кездесе берейік. Жезде тойларыңыз құтты болсын, ертеңгі болатын той жақсылап өтсін. Үйлеріңізде тек қана жақсылап, Маке, самое главное, крепкого здоровья, удачи. Өзіміз жақсы көреміз нағашылар деген кезде. Жүрегіміз лүпілдеп кетеді. Нағашыларды жақсы көреміз. Жездерді қайынжықты жақсы көреді. Апамызды да жақсы көреді. Сол тек қана жақсылық жезде үйлеріңізде. Әділет, бала шағасымен, Арайка, Чиканы үйлендірейік енді, аман есен Құдай қаласа. Жақсы келін келсін, құтты келін келсін, құтты құдалар келсін. Сол өмір жастарыңыз ұзақ болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын, үйлеріңізде дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын. Аман болайық барлықтарымыз. Сол рахмет келгендеріңізге. Өстіп күліп ойнап, тойлап жүре беріңіздер. Қазақша сөйлемейді. Өте қуанып отырмын. Президент деген сөздерді айтып. Енді айта бермесе енді. Молодец. Еріске рахмет.
Сізде Маке, рахмет сіздерге. Құдалармен танысып отырмыз. Жолдарыңыз ақ болсын, дендеріңіз сау болсын, қуаныштымыз таныстықтарыма. Сіздерге рахмет, салт дәстүрді жалғастырып, бәрін шақырып, алғысым шексіз. Нәби құдаға айтайын деп едім, басы туралы кішкене пьес. Ана жерде ыдыс жуып жатырмыз, кухняда жүрміз. Ара жүгіріп жүрді. Мен уже жасап қойдым достар, қашан жасадың десе, уже все, серединка готова. Она бегает только вот так, көзім. У тебя вот скорость, сөйтсем айтады, бұл мен емес, мен енемнің скорости 4 жылдың ішінде. Она меня надрочила дейді. Мен бір круг істесем, ол кісі 10 круг істейді дейді. Мен әлі ол кісінің дәрежесіне жеткен жоқпын. Сол кісінің жұмыс істегенін сіз көрсеңіз дейді. Мен еще айтып отырмын да, можно я добавлю? Мен бағана келгенмін ғой азанда. Келсем уже бәрі дайын. Я говорю, когда успели қыздар? Вчера, мне кажется, все сделали. Бәрі дайын. Мен айтам, қыздар, той жасасам, я құдай қаласа, екеуді алып кетем көріп. Арайка мен Жансаяны алып кетем. Есім шықпады, мені алып кетіп Сол сияқты рахмет, араймыз деген хорошую школу прошла, молодец. Екеуміз де пластырада ұқсаймыз ғой бір адамнан. Она говорит, если я один круг... Мен бір круг жасасам, ол 10 круг жасайды дейді. Былай көрген түк емес, былай отырсыз. Енесін мақтап қояды. Иә, енесін мақтау. Ана бегает, да, еще енесін мақтап жатыр. Сол сияқты бәрімізге осындай кісілер сияқты құдалар жұғысты болсын. Кімде қыз бар, бізде ұл бар деп отыр. Амина Өмірзақова сияқты жүрген жерімізде қыз деп жүреміз. Ой, какая красавица, да. Я уже пришла прикинулась. У нас купец. У нас купец, у вас товар, да? В прокуратуре купец работает. Подробности. В активном поиске. Жанар айтпақшы, нағашылар действительно жақын болады. Осы кісілердің арқасында өстік, өндік, осы жерге көшіп келдік. Нұртай ағаның арқасында оны жасырмаймыз, осы уақытқа дейін айтудан шаршамаймыз. Апаля, Маке, все. Нұртай аға, Нұрмұхан ағамыз жатқан жері жайлы болсын. Өте ашық кісілердің. Пейілкен, Гүлзайд жеңгеміз, тәтеміз. У нас здесь своя, өте тату тұрамыз. Болгарский. Шашлыктерді жей беріңіздер бізге. Суп қалады. Иә, суп қалады. В общем, рахмет сіздерге. Көп рахмет. Енді сіздердің айтқандарыңызға да, сіздердің тілектеріңізге мен де қосыламын. Не дейміз, сіз біздің ажарымызсың. Мынау Қайрат бауырымның мынау құдаларының арасында нелер өте берік болсын, құдалықтарың ой мың жылдық қажа ұласа берсін, жалғаса берсін. Одан тараған ұрпақтары өздерімен өздері көбейіп үлкейе берсін. Мына ата дәуіріме мына той құтты болсын, мына бүгінгі құдағилардың бас қосуы құтты болсын. Осындай отырыстар көбейе берсін. Мынау екі немерелеріңіз үлкен жігіт болып, атқа қонған құтты болсын. Ертең тойда бәріміз жолға берейік, дендеріміз сау болсын. Ой жаным, көк-көлек жеңешем. Қазақтың салт дәстүрін сақтай отырып, қайнаға мен абысыны құдалардың басын қосып, дастархан жайып отыр. Дастархандағы әрқашан жақсылыққа тойға жайылсын. Қайнаға жеңше. 60 талпыс дейді ғой. 60 жастарыңыз құтты болсын. Да қаласа. Дендеріңіз сау болсын. Өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың тек жақсылығын көре беріңіздер. Екі балапаныңыз мұсылман болғаны құтты болсын. Құда қаласа ел билейтін азаматтар болып өсе берсін. Қош келіпсіздер. Айтқа бұйырған қайнаға.
Штрафной болған. Штрафной болған. Қарныңызда отыр, кетем, давайте еще раз сәлем. Бір шәугім шайымызға орындарыңыз бар, оны уайымдамай, любой уақыт келе берсеңіздер болады. Осы әулетте, осы үйде. Сол, бұйыртса енді ертеңгі тойымызды жақсы, осы нотада жақсы атқарып, жақсы тойлатуымызға тілектеспін. Сол үшін шайларыңызды салып қойыңыздар. Келінім өзім сияқты жылауық, жылайым деп. Сыныптан өзгенің бәрі жылады деген ғой, жылды ғой сені. Жоқ, сен сөйлесек? Жоқ, мен жылайсың сен. Біздің жанұяда атамыздың несін тәрбиесін көргенбіз, әкеміздің, шешеміздің тәрбиесін көргенбіз. Ол кісілер өте бір андай бауырмал, бір-бірімен араласып, бір мейрам, бір-бірінсіз, бір шәугім шайсыз отырмайтын. Бір-бірінің үйіне барып, құдалардың, например, Қамит ағаның құдасы болса, мен папам шақыратын, кімнің біздің құдаларымыз болса, Шолпан тәтен, Шәміш тәтенің шақыратын, сондайда соны көріп біз өскенбіз. Енді мен өзім білмеймін, или у меня такая привычка нехорошая. Мен өзім сол құдаларды шақырғым келіп тұрады. Сол хороший. Иә, енді бір қолмен бересің, бір қолмен Алла тағала өзі береді, әйтеуір жеткізеді. Енді дастархан жайып, бір шақырғым келіп жүрдім. Мына айтып отырмын ғой, қайталайын. Кім? Жездем мен Райхан себепші болды. Біз Қайрат екеуміздің қосылыс, иә? Без подробностей, пожалуйста. Сол, енді... Терең кетпеңдер, бетін айтып қойсың. Иә, осы кісілердің өте көп жақсылығын көргенбіз. Жездеміз өте бір жақсы көпшіл адам болған. Сол Түлкібас ауданында әкім болған кісі. Соның тәрбиесін несін көргенбіз. Біз Қайрат екеуміз 3 жыл ма 2 жыл барып жұмыс істегенбіз жездемнің қолында. Қайрат әкімшілікте істедім, мен детсадта істедім. Сол кезде мына Әділет Түлкібаста туылған. Ванновский он. Свидетельство о рождении. Поэтому сол кісілердің несін әруағын сыйлап мен өзім ойлап жүргем, Айбол баламның несін құдағи енесін шақырайын, Айнұр Жұлдыздың құдағиын шақырайын деп өзім ойлап жүргем. Енді мына жаңа айтып отырмын ғой, Еркош менің қайыным, артынан еріп келген жалғыз қайыным. Сол кісінің де тоже құдаларын шақырайын деп. Енді Аида қызымыздың енесі алыста тұрады, сол келе алмады. Енді мына құдағи сізге көп рахмет. Құдаға дұғай сәлем айтып барыңыз. Там, приехать, бірдеңке, просто сыйластық, араласу керек, енді құда 1000 жылдық дейді ғой. Сол 98 жыл ма, 98-97 жыл қалды. Енді бірге араласып, ойнап күліп жүрейік, сол аман болайық, денсаулығымыз мықты болсын, аспанымыз ашық болсын, ертеңгі тойымызды жақсылап тұрып өткізейік, атсалысып. Приздарды дайындап қойдым, билеңіздер, ойнаңыздар, өлең айтыңыздар, конкурстардан қалмаңыздар. Тойды жүргізеді, мен өзім мына Бақыт қайнағамның үлкен ағасы бар, атамай қойын. Сол кісінің баласы, Данияр деген. Көресіздер, өте аты шыққан қазір. Керемет, Дилдабай. Керемет тамада. Сол кісі, сол баламызды жүргізеді ертең, Құдай бұйырса. Сол ертеңгі тойымызды жақсылап тұрып өткізейік. Рахмет сіздерге көп. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Құрметті ағайын туыс бауырлар, жиналған ізгі жақсылар, біздің отбасымыздың шақыртуын қабыл алып, сонау алыстан ат терлетіп келіп отқан
барлықтарыңызға ең алдымен үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Бұл деген сөз менің ата-анамның, менің бауырларымның, менің отбасымның сіздердің алдарыңыздағы үлкен бедел деп білем. Сол үшін өздеріңізге бір қол шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Өйткені рас, осыншама ағайындың басын жинау деген оңай емес. Мына заманда қазір білесіздер, уақыт бәрімізде тығыз, бәрінде жұмыс дегендей. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Әрқайсыңыздың біздің жүрегімізде, біздің үйіміздің төрінде орны бөлек. Сондықтан келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Баршаңызға келгендеріңізге рахмет. Бүгінгі біздің жайған дастарханымызға келіп, үйімізге қуаныш пен шаттыққа толтырып отқандарыңызға рахмет. Енді бәріне қосылам осы жерде айтып отқан мамаға, көкеге. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Ақ шіркін ойнайық күлейікші, тойлап жүрейікші, өсірген балаларды қызығын көрейікші. Ойнайық күлейікші, тойлап жүрейікші, өсірген қызын көрейікші, өсірген шөберенің, өсірген немеренің, өсірген балалардың қызығын бәріміз көрейікші. Не басын бауырым? Таңсарқылала бер. Той болсын ау. Бауырым ішіндегі тәуірім таңсарқылала бер. Бауырым. Маринка, сіз Ағаштың гүліндей-ай, теректің гүліндей-ай, отырар бара жатыр, сізбен бізге білінбей-ай. Айналайын қажысың, айналақтың сенің ержегін, қайдан таппа өзім аяй. Сіздермен тек тойда қауышайық. Amin.